Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 30 игі іс деген үлкен қайырымдылық шараны бастады. Бұл шара әр айдың соңғы жұма күні осындай үлкен шара өткізіледі. Бұл жерде тек қана балаларға арналған қайырымдылық шара емес, бұл жерде ата-аналарға да арналған. Себебі балаларға жаңағы сипалау, уқалау, массаж жүріп жатқан кезде ата-аналар өздеріне шаштарын қиғызып, беттерін әрлеп, және де тігін тігуді үйреніп, осындай үлкен жаңағы шара ұйымдастырып отырмыз. Балалар өте күшті көңіл көтерді. Өзіміз балалар қуанғасын, біз де қуанып қалдық. Өте күшті ұйымдастыра берсек енді болашақта осындай іс-шараларды қуаныштымыз.